Біз мөлдір екеуміз неке харекет қорының жігіттерімен Бота әпкеміздің жағдайын өз көзімізбен көріп қайтуға келдік. Қаласынан 10 километр жерде сол өздерінің аталарының қалған киіз үйді қырып алып өмір сүріп жатқан жағдайлары бар екен. Свет жоқ, су жоқ, жағдай жоқ, комфорт жоқ. Иә. Осындай жағдайда кесірін қаңғытпаған, жетімін жылатпаған халықпыз ғой, Алла қаласа. Әйтеуір көп түкірсе көл деген барлықтарыңыздан сұраймыз, халқым. Күз келді, өте суық қазір. Кішкентай балалар ауырып жатыр, мен даже сөйлей алмаймын. қойшы. Жақсы болады бәрі. Құрметті қазақ елі, осындай жағдайда қиын үлкен сынақта отқан үлкен отбасына, көп балалы отбасына көмегімізді аямай берейік. Расымен де Дана айтпақшы, жетімін, жесірін жылатпаған халықпыз ғой. Көп түкірсе көл, расымен де жылдам жаңағы берген садақаларымызды жинап, жылдам үй тапсақ, Құдай қаласа, келеске келуде сіздерді куәгер қылып біз кілпен керек, Құдай қаласа Дана екеуміз өзіміз табыстап, өзіміз көшіріп. Уақыт тығыз болып тұр. Ертең мысалға былтырдың өзінде октябрьдің 10-нан кейін қысып кетті ғой, қар жауып. Биылдан мен сентябрь бітіп жатыр. Уақыт қатты қысып тұр. Біз даже квартираның өзінде қазір үй суық, салқын, балаларымыз қиналып жатыр. Ал мынандай киіз үйде балалар ешқандай ұсталған жоқ. Кішкентай балалар мұрындары ағып отыр қазір. Келсек те жүрегіміз қанжылап тұр да, көмектесе алмағанымызға. Сіздер болып, біздер болып, тезірек бұл жағдайдан шығарайықшы.